Облысымызда демалысты ұйымдастыру туризм саласы бойынша қонақжай Петропавл байқауы басталды. Байқау облыстық әкімдік Атамекен кәсіпкерлер палатасы және рестораторлар мен ательелер қауымдастығының мұрындық болуымен өткізілуде. Аталмыш конкурсқа облыс және аудандардан демалыс, туризм, қызмет көрсету, мейрамхана, қонақ үй компаниялары қатысып бақтарын сынай алады. Байқау 19 номинация бойынша өткізіледі. Достопримечательностей и брендов, среди которых Біздің қаламызда көрнекті жерлер мен демалыс орындары баршылық, бірақ олардың көбіміз біле бермейміз. Қонақжай Петропавл байқауы осындай компаниялардың өздерін танытуға арналған бірден-бір байқауы болғалы отыр. Байқау екі кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңде қатысушылар жинақталады. Екінші кезеңде интернет желісінде арнайы құрылған конкурс.nk-region.kz сайтында дауыс беру арқылы халық өз номинациясы бойынша үздікті анықтайды. Дауыс беру 6 қараша мен 6 желтоқсан аралығында жүргізіледі. На сайте конкурс.nk-region. Байқаудың ақпаратты сайтында дауыс беру аяқталғасын 5-6 күн сарапшылар тобы үздіктерді анықтайтын болады. Сарапшылар тобы дауыс беру жүргізіліп отырған мезгілде де өз номинациясы бойынша үздіктерді анықтау барысында тоқтаусыз жұмыс атқаратын болады. Қазірдің өзінде байқауға 20 қатысушы өтініш білдірген. Конкурсқа қатысқалы отырған қалалық мейрамхана әкімгерінің айтуынша, аталмыш байқау арқылы өздерін танытып, келушілер санын арттыру. Сфера обслуживания. Біздің байқауға қатысудағы басты мақсатымыз қала тұрғындары мен қонақтары қандай мейрамханаға барсам екен деген сұрақтарына бірден біздің мейрамханаға келетіндей жағдай жасау. Өңірімізде қызмет көрсету саласында бәсекелестік өте жоғары десем болады. Сондықтан байқау арқылы өзімізді танытқымыз келеді. Байқау 5 қазанда бастау алған болады. Қатысам деушілер 5 қарашаға дейін байқау сайтында өз өтініштерін білдіре алады. Конкурс қорытындысы ағымдағы жылдың 14 желтоқсанында шығарылады. Жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар табысталатын болады. Байқауға біздің арна ақпараттық демеушілік көрсетіп отыр.